Бүгінгі сабақта музыкамен жұмыс, аудиодан шумды алу және аудио переходтарды үйренетін боламыз. Кеттік! Бірінші кезекте алдын ала өзіңіздің видеоларыңызды дайындап, осы Premiere Pro'дың ішіне салып қойғандарыңыз дұрыс болады. Одан кейін келесі кезекте біз өзімізге қажетті аудионы таймлайнға саламыз. Аудионы жақындатсаңыз, астынан әртүрлі толқындарды көрсеңіз болады. Бұл толқындар аудионың көтерілу, түсу деңгейін көрсетеді. Бізге аудионың қажетті жері ол жобамен осы жерлер. Таңдаймыз, басын қырқып алып тастаймыз. Басын қырқып алып тастағаннан кейін аудионы басына қарай жылжытамыз. Алдын көрсеткендей, егер осы жолақтың аудиосын толықтай естігіңіз келмесе, онда М кнопкасын басыңыз. Жалпы монтаж жасағанда аудионың ритмімен жұмыс жасаған өте маңызды, өйткені аудионың ритмімен жұмыс жасау бұл біріншіден креативті, екіншіден динамиканы көрсететін болады. Бұл музыканы бірінші тыңдау арқылы қай жерлерге переход қоюға болатынын анықтап алайық. Мына жерде қоюға болады. Мына осы моментте бұл біріншісі. Мына жер екінші жер. Мұнда үшінші. Осылайша біз музыканың переход жасауға болатын ритмдерін тауып аламыз. Одан кейін сол ритм арқылы видеоларға монтаж жасайтын боламыз. Біріншісін ешқандай өзгертусіз қалдырсақ болады. Аудиомыздың келесі ритмі осы жерде. Видеоны осыған дейін кішкене соссақ болады. Одан кейін екінші видеоны осында жақындатамыз. Енді тыңдап көрейік. Екінші переходымыз осы жерде болу керек. Осы жерге видеоны қырқамыз. Енді келесі видеоны осы аралыққа жақындатайық. Тартып тыңдап көрейік. Келесі ритм осы жерде. Осылайша видеоларды ритммен переход жасау арқылы сіз өзіңізге динамикалық видеолар жасай аласыз. Жалпы мұнда ешқандай сиқыр, ешқандай қиындық жоқ. Жай ғана өзіңіз іштей ритмге келеді деген сәттерді таңдап, сол сәттерге монтаж жасайтын боласыз. Енді видеоны басынан қарап көрейік. Енді біз кішкене видеоға переходтар қосып, аудионы қысқартайық. Ол үшін жай ғана бірінші аудионы қысқартып аламыз. Қырқып, оң жағын delete кнопкасымен өшіреміз. Қазірше біз осы аралықта жұмыс жасайтын боламыз. Бізде 4 видео берілген, бұлардың арасына 3 переход жасауға болады. Переходтарды қосу үшін эффекті терезесін ашып, видео переходы параметрін ашамыз. Мұнда менің өзім жақсы көретін және көбінесе қолданатын масштаб параметрінде взаимный масштабирование переходын қосайық. Аламыз, мұнда қосамыз. Таңдаймыз, қоямыз. Таңдаймыз, қоямыз. Енді қарап көрейік қалай болған. Байқасаңыздар, біз қарапайым ғана переход енгіздік. Енді осы переходтарға кішкене атмосфера берейік. Ондай атмосфера беретін дыбыстарды интернеттен Google'ға Whoosh Sound Effects скачать десеңіз, Google'дан бірнеше нұсқаларын тапсаңыз болады. Әзірше менде дайын дыбыстар бар.
ол менде мына дыбыстар. Байқасаңыздар, менде ешқандай дыбыс естілмей тұр. Себебі мұнда М кнопкасы басылып тұр. Яғни бұл жолақтың дыбысы өшірулі деген сөз. Қайттан бассақ, дыбыс қосылатын болады. Меніңше, мына дыбыс өте жақсы келіп тұр. Сондықтан мен осы дыбысты таңдап, переходтарға қойып шығамын. Бұл аудионы жаңағы видеолардың арасына қосу үшін бірінші копировать етіп аламыз. Ол үшін аудионы таңдап, Ctrl-C-ны басамыз. Біз қазір копировать етіп алдық. Енді сол видеоларға жақын жерге вставить етейік. Ол үшін Ctrl-V-ны басамыз. Аудиомызды таңдадық. Енді бұл аудионы осы переходтардың жаңағы айналасына қойып шығуымыз қажет. Байқағандарыңыздай, бізде екі жолақта аудиолар тұр. Бізге бұл аудиоларды қырқып немесе алып тастаудың қажеті жоқ. Жай ғана үшінші жолаққа аудиоларды қойып шығатын боламыз. Біріншіден біз аудионы қою үшін дубликат жасауымыз керек. Ол үшін Alt кнопкасын басып тұрып, аудионы жылжытамыз. Дубликат жасалынды және қойдық. Дәл осылайша екі переходтың астына қойып шығамын. Енді қалай болған тыңдап көрейік. Осылай аудиомен жұмыс жасау арқылы өзіңізге керекті жарнамалық немесе шығармашылық видеоңызды жасай аласыздар. Келесі кезекте көрсеткім келетін нәрсе ол дыбыстан шумды алып тастау. Кей кезде сіздің жазған дыбыстарыңызда басқа да дыбыстар болатын болса, оны алып тастауға болады. Ол үшін жай ғана эффектіге кіріп, уменьшение шума эффектісін таңдаймыз. Эффектінің қалай жұмыс жасайтынын көрмей тұрып, бірінші аудионы тыңдап көрейік. Бұл сабақта біз проектке видео, аудио және текст қосуды үйренеміз. Байқасаңыздар, аудионың бас жағында шум бар. Бұл сабақта біз проектке. Ол үшін сіздер оң жақтағы дыбыс деңгейіне назарларыңызды аударыңыздар. Сіздер осы шумды алып тастау үшін эффектіге кіреміз, уменьшение шума эффектісін таңдап, аудиомызға қоямыз. Енді тыңдап көрейік. Бұл сабақта біз проектке видео. Эффектіні қолданбас бұрын біздің шумның деңгейі осы аралықта жүрген. Қазір эффекті қойғаннан кейін шум деңгейі осы аралыққа дейін түсті. Бұл сабақта біз проектке видео, аудио және текст қосуды үйренеміз. Уменьшение шума эффектісі осылай жұмыс жасайды. Алайда айта кететін нәрсе, уменьшение шума эффектісі бұл кез келген дыбысты ала алмайды. Ол тек сыртқы жай естілетін дыбыстарды ғана алады. Егер мысалы осындай дыбыстарды еститін болсаңыз, уменьшение шума эффектісі көмектеспейді. Ол үшін тыныш жерде немесе арнайы диктофондар арқылы дыбыс жазуыңыз қажет.